Round 1. Fight! Sen degen elge aygılı bir balasın. YouTube ben Instagram'da gül bolasın. Ardından özüң dokup yerip jür goy жазылған парақшаңа күл алашым. Әй бірақ ақиқатты айтар кезде аузыңа құм құйылып жым боласың. Не пайда осыншама атағыңнан жеткізіп елдің сөзін тұрмағасың. Билікті тіліп айта алмайсың, тығылып түйе құстай құмда басың. Тек қана позитивті айтайық деп жағынып жоғар жаққа зырғағасың. Біреулер президентке тіл тигізсе, әкеңді боқтағандай сұрланасың. Алаңдап болашаққа алаңға шық, сол кезде нағыз батыр ұл боласың. Халықпен бірге бола алмай жүрсең, халықтың жауы болмай кім боласың? Адамның сен болдың ғой айқаяқау, еріккені ештеңе жақтырмайсың неғып тегі. Бар халықтың атынан сөйлейтіндей біреу саған рұқсат беріп педі? Рысқат. Сонда билік халыққа жатпай ма екен? Оларды біреу келіп егіп педі? Оларда сол халықтан шыққан жоқ па секілді сорпаңыздың көбіктері? Да что ты, черт побери, такое несешь? Жоқ әлде халық емес деп айтардай билігің Африкадан келіп педі? Көп қазір сен секілді сөйлейтіндер, сөйлесе ешкімге бой бермейтіндер. Сөзіңді мақұлдайтын ел көп шығар, бірақ көп саған мүлде сенбейтіндер. Сенші маған! Қайтадан көрсетейін, міне осылай. Сенші маған! Instagram, Facebook'қа уақыты жоқ. Далада еңбек етіп терлейтіндер. Солар ғой комментарий жазбақ түгіл, соткалып бір ауыз сөз термейтіндер. Әлеуметтік желіде сен секілді көп болған соң шайқасып өлдейтіндер. Бар қазақ бұзылғандай көрінеді, негізі көп артыңнан ермейтіндер. Көп болса 10 мың адам сен секілді 19 миллион тыныш бол дейтіндер. Не дейді құдай? 13 мың! Не бұп бар? 14 мың! Отан үшін қисада өмірлерін мемлекет шайқалғанға көнбейтіндер. Көбісі сен секілді бүлікшілдің, түк бітірмей қолын бос сермейтіндер. Көтеріліске шықса да жұмыс берсең, құйрығын көтергісі келмейтіндер. Айқаяқау! Вот, поели, теперь можно и поспать. Ай-яй!
деп айтты екен деп түрлі кеңес. Алаңда жасап едік қырғын егес. Содырлар елді келіп қырып кетті, оның көбі Қазақстан тұрғын емес. Сол кезде қирағанды жөндеу үшін бірнеше жылдары керек, бір күн емес. Көтерілістен бір ел жоқ көтерілген. Сондықтан бұл сөздерің үлгілі емес. Қазағым әркімге бір сенмеңдерші. Сөйлегеннің барлығы білгір емес. Біздерге биік ұшар қыран керек. Алаңда айғайлайтын бұлбұл емес. Шындықтың бәрі әдемі болғанменен, әдемі сөздің бәрі шындық емес. Ай-ай-ай. Ана төмен қарап қалды. Төмен қарап қалды. Төмен қарап қалды. Төмен қарап қалды. Ұялы еді, төмен қарап қалды. Шүйлікпей президентке сонша бала. Кішкене қарасаңшы сен шамаңа. Әкеңді боқтағандай сұрланба деп, өзіңді өзің сонша зор санама. Сонда сен боқтатпайтын болып тұрсың ғой, туған әкең президент болса ғана. Сонда не президент жақсы бола ма екен, мына сенің көңілің толса ғана. Сен өзің өлімісің, тірімісің? Қам қылмайсың жұмысқа тұру үшін. Екі қолға бір күрек таппаймысың, біреудің бітірсең де құрылысын. Айт жөзің кім әкеңді боқтамайды, болмаса түк берекең түк ырысың. Тоқтамай жұмыс істеу керек саған, әкеңді ешкім боқтамай жүру үшін. Ай-ай-ай. Сен менің бетке басып қатемді оңбай, көрсетпе сорлы қылып әкемді ондай. Атам қазақ намыстан өлген ба? Өзіңнің жұмысың бар, танысың бар. Билікті жатқан жоқсың, бекер қорғай. Біз болсақ әлі күнге сорлап жүрміз. Көлікпен тұратұғын пәтер болмай. Адамнан үйдің саны көбейіп кетті ғой. 60 мың үй болса. Білмеймін, әйтіп поста үйлер көп болды ғой. Тұра алмай жұмысқа да жүрмін қазір. Көкеммен тамыр таныс жәкем болмай. Сондықтан босқа кінә артпа маған. Қарсылық көрсетпесем қатер болмай. Шықпасаң көтеріліске біздің елде, көтерілу мүмкін емес көкең болмай. Ешкім жұмыс бермесе елеп саған, енді өкпелей аласың не деп соған. Дипломды сатып алған бал емеспен, көп нәрсеге жетпейді демек шамаң. Түк бітіре алмайсың өз бетіңмен, тіпті бола алмайсың көмекші адам. Ізден оқу еңбек қыл нағыл дейсің. Әйтпес өсіп кетпейді кенет санаң. Таныссыз-ақ алады мықты болсаң. Басқалардан болмай-ақ ерекше адам. Әуелі жоғарыдағы көкең емес, әліппемен танысу керек саған. Ай-ай-ай.